сіздермен боулинг туралы ойын ойнаймыз. Кім шыққысы келеді? Шығамын. Қорқыту, буллинг дегеніміз не? Қазір біз сіздермен жасырын сөз жұмбақ ойын ойнайтын боламыз. Адамдар арасында өзара сыйластық, қарым-қатынас, адамгершіліктің басты белгісі не? Іздеу. Енді балалар, көңіл күйімізді анықтау үшін фотосурет арқылы бұл картинкаларды орнына қоямыз. Балалар, қазір біз сіздермен мәре жарысын ойнайтын боламыз. Қазір кімге неше түссе, сол арқылы жүріп, мәреге бірінші жетулеріңіз керек. Сіздермен ситуацияны шеш деген ойын ойнайтын боламыз. Жағдайлық тапсырмалар. Кім келеді? Қыздар келіңдер. Сыныпта жаңа оқушы Бұл оқиғада көргеніміздей, жаңа оқушыны мүлдем оқушылар қабылдамады. Бірақ біздің басты мақсатымыз бұл жаңа оқушыны қабылдап, бізге дос қылып алу. Бір сыныптасында чатта басқа балалар күлкіге айналдырды. Бұл екінші жағдайды көретін болсақ, күлкіге айналдыру ешкімнің құқығы жоқ. Ендеше әлімжеттік немесе буллинг деген видеоға тамашалаймыз. Бүгінгі сабағымда мен буллинг туралы көп нәрсе білдім. Буллингтің салдары көзге көрінбесе де, жүректе ауыр із қалдырады. Сол ізді қалдырмау біздің қолымызда. Адамды құлатып кететін күш емес сөз, адамды қайта тұрғызатын да сөз. Буллинг әлсіздіктің белгісі. Адам өзгеге демеу бола алатын адам. Бүгін біз мықтылықтың мәнін бірге ашамыз. Буллинг сол дауылдың басталуы. Бүгін біз дауылды күшейтпей бір-біріміздің жүрегіне жарық сыйлап алатынымызды ұғамыз. Адамды құлатып кететін күш емес сөз, адамды қайта тұрғызатын да сөз. Буллинг әлсіздіктің белгісі, ал мейірім нағыз батылдық. Бүгінгі сабағымызда біз біреуді қорғау ешқашан күштілік емес екенін, ең күшті күш біреуді қорғау екенін түсіндік. Әрқайсымыз өмір кітабымыздың авторымыз, бірақ біреудің бетіне шимай салып кетуге ешкімнің құқығы жоқ. Буллинг әлсіздің қаруы, ал шынында мықты адам өзгеге демеу бола алатын адам. Бүгін біз мықтылықтың мәнін бірге анықтадық деп ойлаймыз. Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Ендеше сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.